Луиза Хей 21 күнде бақытты болудың құпиясы. 7 күн. Өзіңді жақсы көру, алғашқы аптаға шолу. Ескі сенімдеріңізден арылып, болашақтағы мүмкіндіктерге жол аша алдыңыз ба, не нәрсеге қол жеткіздіңіз, қай жерден қате кетті, бүгін осының бәріне талдау жасайсыз. Құттықтаймын, жарқыным. Сіз айнамен жұмыстың алғашқы аптасын аяқтадыңыз. Осы курсты бастан ақ ұстанып, соңғы 7 күн бойы айнамен жұмыс істегеніңіз үшін сізді мақтан етемін. Айнамен жұмыс істеуге уақыт керек, осыны үйрену үшін 21 күнді өзіңізге арнағаныңызға өте қуаныштымын. Неғұрлым көп жаттығу жасасаңыз, соғұрлым оңай болады. Айнаға қараған кезде өзіңізді аздап ақымақ немесе ыңғайсыз сезінсеңіз, бұл қалыпты нәрсе. Көбіміз өз-өзімізге мен сені жақсы көрем, мен сені шын жақсы көрем деп айтуға қиналамыз. Мұндай жылы сөздерді өзіңізге айтып үйренуге, оны айтқанда өзіңді біраз уақыт ыңғайсыз сезінбеуге, бірнеше апта немесе тіпті бір ай қажет болуы мүмкін. Бірақ тоқтамай, жаттығу жасауды жалғастыра берсеңіз, жақын арада өміріңізден оң өзгерістерді байқайсыз. Соңғы 7 күн бойы сіз айнамен дос болуға тырыстыңыз. Қалауыңыз бен іс-әрекетіңізге анализ жасау үшін айнаңыз қалай көмектесетінін түсіндіңіз. Өз-өзіңізбен не туралы сөйлесетініңізді таптыңыз, позитивті аффирмацияларды айтуға уақыт бөлдіңіз. Тағы қайталап айтамын, айнамен жұмыс істеу нағыз махаббат актісі, өзіңізге бере алатын сүйіспеншілікке толы ең қымбат сый. Айнамен жұмыс істеген әр күн сайын біртіндеп өзіңізді жақсы көре бастайсыз. Өзіңді сүюдің ең жақсы жолы, қазіргі сәтте өмір сүру үшін өткен өміріңіздегі барлық қажетсіз нәрселерді, яғни өзіңді сынап мінеу, бағаламау, адамды өткен шақта ұстап тұрған ескі жағдайларды жайына қалдыру. Бала кезімізден естіп келе жатқан адамды артқа тартатын сыни сөздерге сенетін әдет бәрімізде бар. Осы жаман сөздерді оң аффирмацияға айналдырып, айна алдында бірнеше рет айта алсаңыз, өткеніңіздегі қайғы қасіретті біртіндеп артқа тастап, әрі қарай уайымсыз өмір сүре аласыз. Сіз айнамен жұмыс істеген сайын өткен күннің қабаттарын шетінен ашып тазалайсыз. Айна алдында аффирмация айтқан сайын осы қабаттарды біртіндеп бұзып отырасыз. Үлкен бір қабырғаны құрайтын кірпіш сияқты түрлі бөлшектерден тұратын бұл қабаттардың қалыптасуына ұзақ жылдар кетті. Оны бұзуға да уақыт керек, бірақ сіз бір бөлшектен бастай аласыз. Бір бөлшекті немесе бір қабатты сылып алып тастаған сайын жылу мен мейірімнің салтанат құруына мүмкіндік бересіз. Айна алдында айтқан позитивті аффирмацияларыңыз сізге бастамаған осы әдемі махаббат өткеніңіздің қабырғаларын бұзады. Қандай мәселе болса да, оны шешудің ең дұрыс жолы өзіңді сүю. Анда-санда ішкі сыншыңыздың бір әрекетіңізді сынап мінеп, жақтырмаған немесе ескерту жасаған дауысын естісеңіз, алаңдамаңыз. Әрқашан жүгінуге алатын айнасы серігіңіз айна бар. Көзіңізге ұзақ-ұзақ қарап, мен махаббатқа лайықпын деп айтыңыз. Осы бағыттағы сапарыңызды жалғастырыңыз. Қане, аффирмация жасайық. Өзімді сүю аптасын айнамен жұмыс істеп аяқтадым. Енді мен сананың жаңа кеңістігіне көшемін, және өзімді басқа адам ретінде көруге дайынмын. 7 күннің айна жаттығуы. Бір айна алдына барып тұрыңыз. 2 көзіңізге тік қараңыз. 3 мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шын жақсы көрем. Айнамен жұмыс істей алғаным үшін сені қатты мақтан етем. 4 атыңызды атап тұрып, осы аффирмацияны 10 мәрте қайталаңыз. Мен сені жақсы көрем, атыңызды атаңыз. Мен сені шын мәнінде жақсы көремін. Мен сені жақсы көрем, атыңызды атаңыз. Мен сені шын жақсы көремін. Айнамен жұмыс істегенің үшін сені мақтан етемін. 5 маңдайыңызға көз салыңыз. Сол жердегі әлдебір түймені басып, миыңызда тынышсыз ойнап тұрған ескі сенімдер мен жағымсыз ойлар жойылып дискіге шығып жатқандай елестетіңіз. Қолыңызбен алып, әлгі дискіні басыңыздан шығарып, лақтырып жатқандай көз алдыңызға елестетіңіз. Бұл жарамсыз ойларды айнадан алыстатыңыз. 6 енді көзіңізге терең үңіліп, жаймен аффирмация айтыңыз. Мен жаңаруға дайынмын. Мен махаббатқа лайықпын. Мен осы бар болмысыммен кемел адаммын. Ғаламат күшіңізде 7 күннің күнделік сұрақтары. Бір күнделігіңізді шығарып, бірінші күні не жазғаныңызды ашып қараңыз.
2 айнамен жұмыстың алғашқы күні не жазаныңызды, не сезінгеніңізді, қандай ой түйгеніңізді оқыңыз. 3 күнделігіңіздің жаңа бетіне айнамен жұмыстың алғашқы аптасынан кейін қандай ойға келдіңіз, не түйсіндіңіз, қандай сезімдесіз, барлығын тізіп жазыңыз. Жаттығу күннен күнге жеңілдеп келе жатыр ма? Айнаға қарағанда өзіңізді жайлы сезінесіз бе? Айнамен жұмыстың қай тұсында ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке жеткеніңізді жазыңыз. Сондай-ақ ең қиын тиген жерлерін жазуды да ұмытпаңыз. Ауыр тиетін тұстарына арнап жаңа аффирмациялар жасаңыз. 7-ші күнгі жүректегі ойлар, басымнан өткен бүкіл тәжірибе тек маған арналған. Дүниеге келген сәттен бастап біз түрлі есіктерден өтіп келеміз. Бұл үлкен есік және орасан зор өзгеріс болды, содан бері көп тәжірибеден өттік. Біз толыққанды және бай бақытты өмір сүруге керек нәрсемен түгел жабдықталған дүниеге келдік. Бізде осыған қажет бүкіл даналық пен білім бар. Осыған керек қабілет пен талант бар. Бақытты өмір сүруге молынан жететін көл көсір махаббат бар. Өмір бізге қолдау көрсетіп қамқорлық жасауға әрдайым дайын тұрады. Біз осыны біліп, осыған сенуіміз керек. Біздің алдымыздағы есіктердің бірі ашылып, енді бірі жабылып жатады. Егер біз өзімізге берік болсақ, өзімізді назарда ұстасақ, қай есіктен өтсек те, әрқашан жайлықта боламыз. Ғаламның соңы есігіне кіріп бара жатсақ та, бұл сапарымыздың соңы емес. Бұл тағы бір жаңа шытырман оқиғаның басы ғана. Өзгерісті бастан кешіру қалыпты жағдай екеніне сеніңіз. Бүгін жаңа күн. Біз көп керемет жаңа тәжірибені бастан өткіземіз. Біз сүйіктіміз. Бізге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. 7-ші күннің медитациясы, менің рухым таза, 7-ші күннің аудиосы. Әлемді құтқаратын біз ғана. Ортақ мақсат жолында біріксек, көкейдегі сауалдардың жауабын табамыз. Денемізден әлдеқайда артық, тұлғамыздан әлдеқайда асқақ, дертімізден әлдеқайда ауыр және өтпелі өмірден әлдеқайда маңызды бөлшегіміз бар екенін ұмытпауымыз керек. Біздің қарым-қатынасымызда да биік бөлшегіміз бар. Біздің өзегіміз таза рух, мәңгілік. Ол әрқашан болған және бола береді. Біз өзімізді жақсы көру және бір-бірімізді сүю үшін жаратылдық. Осылайша өзімізді және ғаламды айықтырып, одан сайын жақсартуға көмектесетін жауап табамыз. Біз ерекше кезеңді бастан өткеріп жатырмыз. Түрлі дүниелер өзгеріп жатыр. Біз тіпті проблемалардың қаншалықты тереңде екенін білмеуіміз мүмкін, бірақ қолымыздан келгенше тырмысып өмір сүріп жатырмыз. Бұл да өтеді, біз бәрінің де шешімін табамыз. Рух деңгейінде бәріміз бірміз. Біз еркінбіз. Каналға жазылып лайк басып қойыңыз. Әр күніңізге сәттілік.